Қайырлы күн, қадірменді тыңдарман. Бүгінгі біздің студияда Талғар қаласындағы Юрий Гагарин атындағы мамандандырылған 8-ші лицейдің 6-шы сынып оқушысы Карбосов Нұраділ. Нұраділ, қош келдің. Рахмет. Нұраділ, сен Оралхан Бөкейдің апамның астауы әңгімесін оқыдың. Осы жердегі астау дегенді қалай түсіндің? Астау ертеден келе жатқан көне сөз. Ағаштан ойып жасалған ыдыс қой. Оны көбінесе әжелеріміз пайдаланған. Астауға нан илеп, құрт езген, пісірілген етті түсіріп қойса да болады. Тамаша, жақсы, рахмет. Енді екінші сұрағымыз бар. Әңгіме кімнің атынан баяндалған? Жазушының өзінің атынан баяндалған. Жақсы, тамаша. Тағы бір сұрақ. Әңгімедегі әжеге портреттік суреттеме қалай беріледі? Ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, инабатты, жуас адам деп суреттелген. Жақсы, тамаша. 4-ші сұрағымыз бар. Мына әңгімеде қандай қолөнер түрлері айтылып өтеді? Тері илеу, жын тұту қолөнерлері аталады. Жақсы. Енді 5-ші сұрағымыз, жалпы осы әңгімеден не түсіндің? Әңгімеден анаға, әжеге деген махаббаттың ұлы екенін түсіндім. Алып та анадан туады деп бекер айтпаса керек. Әлемде қаншама құдірет, қаншама мейірім болса, сол ананың